Орал қаласының келер жылға жоспарланған бюджеті биылғы жылмен салыстырғанда 4 миллиард теңгеге қысқарып, 22 миллиард теңге болды. Үстіміздегі жылы оның көлемі 26 миллиард теңге болған. Жергілікті билік қазына қаржысын үнемдеу шаралары әлі де жалғасады деп отыр. Айта кетейік, биыл шаһардың дамуына 8 миллиард теңге жұмсалды. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша 3 үй салынып, жаңа нысандарға инженерлік желілер тартылды. Сондай-ақ қаладағы құбырлар мен кәріз жүйелері ауыстырылып, 16 көше қайта жөнделді. Нәтижесінде 3000-нан астам адам жұмыспен қамтылған. Бір ғана Нұрлы жол бағдарламасы аясында 2 қолға бір күрек тапқандар 300-ге жуықтайды. Биыл бізде қаламызда 5 үйдің құрылысы басталды. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша жыл бойына бюджет нақтыланады және де оған түзетулер енгізіледі. Ол бюджет нақтыланған түзетулер кезінде қосымша жұмыстар атқарылады. Болмаса өзіміздің қосымша бір жұмыстарға кіріс жағын ұлғайту арқылы, болмаса салық базасын ұлғайту арқылы түсетін кірістерден ол ұлғайтылуы мүмкін. Болмаса өзіміздің шығыстарды оңтайландырудан да азайтылуы мүмкін.